үйдегі салфеткалар, үйдегі майлықтар кешкілікте не болады? Неше жерден біз таза боламыз десек те, майлы болады, иісі шығып кетеді. Осымен керемет жуып тазалап алсаңыздар болады. Кешінде осымен жуып тазалап қойсаңыздар, таңертең тұрғанда біреу жуып беріп кеткендей болып тұрады. Мынаның бағасы 2500 теңге. Басқа мен осыны компаниядан бұл туралы ештеңе айтқым келмейді, ол өте жақсы, бірақ осындай апелливательді мен 9000-ға алатын тұрмын. Мына жерде 2500 теңге. Енді, мына жерде мынандай ловушка деген бар. Біз не істейміз? Кір жуғанда ақты бөлек, қараны бөлек, қызылды бөлек. Бөлеміз ба? Бөлеміз. Сосын ылғи аз болады. Ақтарың бар ма деп жүреміз. Солай ма? Солай. Енді мына жерде мынандай ловушка бар. Қараңыздар, қара, қызыл, көк бәрін жинап машинкаға саламыз. Мынаның ішінде мынандай салфетка бар. Мынандай 30 штук. Мынаның бағасы 1600 теңге. 1600 теңге. Қара, қызыл бәрін жинап алып, мынаны салып жібереміз машинкаға. Бірге. Сонда кірді жуып болғанда мынаның түсі білесіздер ме қандай болады? Қара, көк, қызыл, неше түрлі светке бояланады. Неге? Себебі қай киімнің өңі шығады, мынау соны өзіне тартып алады. Сонда қап мынау бір-біріне сынып кетеді, мынау сөйтеді демейсіздер. Осында керемет нәрселер бар. Так, мынау салфетка, аузыма салфетки, конфетки деді. Бізде осындай бір керемет нәрселер бар. Осындай салфеткалардың бізде түр-түрі бар. Мынаны қазір мен қараңыздар. Суға салам деп айтамын, жандықты дейді. Енді қараңыздар. Мына жерде осындай салфетка бар. Мынаны ұстасаңыздар, хыбы, керемет. Мынаны бір кухняға ұстасаңыздар, 4-5 күнге запас жетеді. Енді мен неге алдым бұл салфетканы? Қараңыздар, мына жерде, мен қазір бұлғайын. Йод десе не болады? Шаруа біледі, я? Мына жерде, мынандай электролизная вода, жаңа айтқанда байқадыңыздар ма? Бұл жерден бірнеше алып мемлекет, оның ішінде Япония, Германия, Франция, Италия, Швейцария, осы мемлекеттердің товарлары бар. Мынау японский бренд, бұл электролизная вода